Сәлем достар, біздер бүгінгі дәрісте осыған шейін алған білімімізді қолданып, өзіміздің алғашқы веб парақшамызды, яғни жеке меншік веб парақшамызды құруды үйренеміз. Бұл веб парақшаны біздер белгілі бір макеттің көмегімен жасаймыз, бірақ қалған бүкіл құрылымдарын өзіміз көрсетеміз, және бұл өзіміздің алғашқы сайтымыз болып саналады. Бізге қажетті макетті мен қазір сілтеме астында беріп кетемін. Бұл сілтеме астында берілген макетті өздеріңізге жүктей отырып, оны қосымшалардың көмегімен аша аласыз. Яғни Zeplin, Avacode және де тағы да басқа. Бұл Avacode және де Zeplin қосымшалары туралы тағы да бір видео болады. Оны алдағы уақытта сіздерге уәде береміз. Ал әзірше жай ғана бізбен бірге қызмет атқарыңыздар дегіміз келеді. Ең бірінші біздер Avacode деген сайтқа кіреміз, оған өзіміз регистрация жасап кіруіміз қажет. Және де белгілі бір осындай парақша ашылады, және де оған сіздерде First Project болуы мүмкін, а менде бұл New Project деп аталынады. Себебі мен осыған шейін өзіміздің макетімізді жүктеп қойдық. Жай соны жаңағы макетті құру үшін жай ғана ашасыздар. Мысалы, Second Project деп мен осылай жаздым. Енді платформаны таңдаймыз. Біздерге веб платформасы қажет. Сондықтан Create Project деген сөзді басамыз. Бұл жерде бізде ашылды. Енді мына жерге Add Design деген жерден Upload деген батырманы басамыз. Яғни, егер де біздер Figma-мен жұмыс жасайтын болсақ, бірден Figma арқылы жұмыс жасауға болатын еді. Немесе біздің макетіміз Dropbox-та, немесе плагинде секілді сол жерлерде құрылса, онда осы нәрселерді басатын едік. Немесе example көру арқылы, яғни мысал арқылы біздер қалай жұмыс істейтіндігін көре аламыз. Бізге бұның барлығы уақытымызды алады, сондықтан бірден upload деген кнопканы басып, өзімізге қажетті мінекей макетімізді таңдап аламыз. Жүктедік, жүктеп жатырмыз. Мінекей жүктеу уақыты белгілі бір уақытты алады. Бұның жүктелу уақыты сіздің интернет қосымшаңызбен интернет Wi-Fi скоростына байланысты, және де өзіңіздің ноутбугыңызға байланысты тез жүзеге асады. Мен бұның барлығын күтіп отырғым келіп тұрған жоқ. Мен бірінші проектімде бұл нәрсе ашылған еді, сондықтан сіздерге көрсете салайын. Мінекей осылайша біздің макетіміз ашылады. Бұл біздің қазір жасауға тиіс сайтымыз. Бұл орыс тілінде. Естеріңізде болса, біздер ең алғаш проект жасау үшін бізге қажетті папкаларды ұйымдастырып алуымыз қажет еді. Мінекей мен өзім белгілі бір веб-сайт деген папканы аштым. Бұл папкаларды жасауды, оның ішіне осындай папкаларды салуды біздер алғашқы дәрістерде үйренген болатынбыз. Сондықтан бұл сіздерге әрқайсысын детальны түсіндіріп отыру қажеттілік тудырмайды деген сеніммен мен жай ғана осы проектімді сіздерге көрсетіп отырмын. Мына жерде мен style css деген css файл және index HTML деген HTML парақшамды құра саламын. Неге? Егер біздің папкаларымызға қарайтын болсақ, бізде icons және де fonts және де image деген папкалар болу қажет. Fontsты мен сіздерге беремін. Fontsның ішінде қажетті шрифттерді мен сіздерге сілтеме астында көрсететін боламын. Ал icons және де image папкасындағы суреттерді сіздер Avacode қосымшасы арқылы жүктей аласыздар. Ол үшін біздерге мына жерде қажетті бүкіл суреттің бәрін жүктеп шығу керек. Ол үшін сіздер жай ғана осы нәрсені басасыздар да, мінекей сіздерге логотип қажет болса, міне фото деген нәрсені көріп тұрсыздар. Осыны скачать етіп алу үшін экспорт деген нәрсені басасыз, және де өзіңізге қажетті пиксельдік қосымшаны таңдайсыз. Яғни көп жағдайда ол 2 пиксель немесе 3 пиксель таңдалады, және экспорт деген басасыз. Мына жерде сізге құйылады. Оны өзіңіздің рабочий столыңызға сақтап, кейін өзіңіздің оны переименовать етесіз, яғни өзіңізге қажетті атаумен атайсыз, және де өзіңіздің папкаңыздың ішіне саласыз. Бұның барлығы өте оңай нәрселер. Сондықтан бұған әрқайсысын түсіндіріп, әрқайсысын
тоқталуды мен жөн санамадым. Мысалы, егер де сіздерге сурет керек болатын болса, мына жерде мінекей белгілі бір сурет тұрған нәрсені өздеріңіз көре аласыздар. Мысалы, мынандай сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Мысалы, мен мына папканың ішін қарадым, мына жерді қарадым, мына жерде бір еш нәрсе шықпай тұр. Бұл нәрсені экспорт жасап қажет емес, өзіңізге қажет. Егер де суреттер таба алмай жатсаңыз, әрқайсысын басып шығыңыз, және де өзіңізге қажетті суреттерді осылайша тауып аласыз. Мысалы, мінекей маған қажетті сурет шықты, мен оны экспорт жасадым. Келесі суретке ауыссам, мына сурет маған керек, тағы да экспорт жасаймын. Осылайша тағы да бір нәрселерім бітті. Келесі папканы кіремін, мына жерлерде еш нәрсе доступны емес, және оны мен скачать етпеймін. Мінекей тағы да бір сурет шықты, мен оны скачать етемін деген секілді. Және де бұл жерде айта кетерлігі, өзіңізге қажетті суреттерді логотип болса логотип атымен, icons болса icons атымен сақтап өзіңіздің папкаларыңызға бөлу қажетсіз. Мысалы, мынандай нәрселерді бізде icons деп атайды. Мысалы, мынандай нәрселерді icons деп атайды, ал бірақ мынандай маңызды суреттерді icons деп атап, қателесіп кетпеңіздер дегім келеді. Енді көп оны құрылым жағынан тоқталмайық. HTML парақшамызды құруға кірсек, ол үшін HTML5 дегенді таппен басамыз. Мінекей біздің алғашқы құрылымымыз дүниеге келді. Мына жерде ru деп жазайық, себебі біздің сайтымыз орысша кириллицалардан тұратын болады. Енді достар, сайтымыздың атауын беру үшін біздер макетке қарайық. Біздің макетіміздің есімі мінекей WordPress деп аталынған. Міне бізде сол кезегінше тақырыбын WordPress деп бере салайық. Және де алдындағы алтын ережелерді сақтауды ұмытып кетпеңіздер. Яғни icons-тардың атын маңызсыз аттаулармен бермеңіздер, және де индекс HTML файлдың атын да міндетті түрде индекс етіп жасауларыңыз қажет, және де оған кез келген атты бере бермеңіздер. CSS-қа берулеріңізге болады, бірақ өзіңізге түсінікті атауларды беріңіз. Және де image папкасында да өзіңізге қажетті атауларды бергеніңіз жөн. Мінекей мен барлығын құйып алдым. BC деген бұл менде background деген мағынаны білдіреді. Background 2 деген екінші background деген мағынаны білдіреді. Мінекей осылайша достар, енді индекс HTML құрылымын жазуды бастаймыз. Алғашқы даярлық өтілді. Енді сайтымызға кірсейік. Достар, біз өзімізге қажетті ақпараттарды жинадық, қажетті суреттерді енгіздік, папкаларымызды аштық, жүктедік. Енді өз кезегінде алғашқы сайтымызды жасауға кірсек. Біздер ең бірінші бетте біздің белгілі бір осындай блокымыз бар екен көріп тұрмыз. Бұл жерде логотип бар екен көріп тұрмыз. Ал жалпы хедер функционалы жоқ екендігі байқап тұрмыз. Яғни мына жерде меню, лого секілді нәрселер жоқ. Лого мына жерде орналасқан. Астына түсетін болсақ, мінекей футер көрініп тұр. Бұл маңызды емес. Ең бірінші осы блокты жасаудан бастайық. Енді бұл нәрсені жасау үшін бірінші стилі қосымшаларын көріп алайық. Қанша пиксель құрайтын. Мінекей біздің экраным алғашқы блокымызды басатын болсақ, біздер оның width-ның 1920 және height-ның 800 пиксель екендігін байқаймыз. Бұл нәрсе не мағына білдіреді? Яғни бұл макеттерде қолданылатын қалыпты ұзындық болып табылады. Именно width. Бұл width-тар қазіргі ақпарат дамыған заманда біздің сайтымызды тек қана телефон немесе смартфоннан, ноутбуктан, компьютердан ғана көрмейміз. Ірі компьютерларда, мысалы iMac тәрізді, немесе ірі телевизорлардан көруімізге болады. Соған сәйкестендіріп жасаған ең үлкен максималды ұзындықты алған. Біздің веб-сайтымыз бұндай ұзындықты қамтымайды. Біздер оны сайттың өзінің width-ін енгізбейміз, яғни біздер тек қана height-ін енгіземіз, яғни width-ы әрбір девайсқа адаптивны болу үшін осы width қосымшасын енгізбейміз. Енді жасайық. Бұл жерде біз көріп тұрғанымыз бұл ұзын 800 пиксельді құрайтын section бөлімі. Біздер алдыңғы сабақтардың бірінде семантикалық тегтерді өткізген болатынбыз. Сонда section тегімен танысқан болатынбыз. Section яғни белгілі бір секцияны білдіреді. Мінекей біздер білдірдік, енді оған класс берейік.
классына promo деп берейік. Я, әрине, сіздер мына жерде классына кез келген атты бере аласыздар. First, second, third деп мысалы солайша білдіруге болады. Бірақ жалпы бірінші секшнда не мағына білдіретінін кейін білмей қалып, шатасып кетпеу үшін мен промо бетшесі екендігін көрсетіп жатырмын. Енді біздер бұған белгілі бір стильді қосымша берейік. Стильді қосымша берейік десек, мына жерде біздер CSS-мізді байланыстырмағымызды көрдік. Сол үшін біздер CSS-ті байланыстыру үшін біздің веб парақшамызбен link тегін қолданамыз. Және де мына жерге өзімізге қажетті путьті жазамыз. Style.css, CSS папкасының ішінде. Енді біздер осы section бөліміне қажетті стильді қосымшаны берейік. Style CSS бетшесі. Және мен бүкіл элементтерге алдыңғы сабақта сіздерге үйреткендей box sizing, border box нәрсесін жасамын деп тұр. Бұл нәрсе, яғни егер де біздер элементімізге width бен height-ін белгілі бір ақпаратпен қоятын болсақ, белгілі бір мән беретін болсақ, біздің paddingіміз, маржиніміз сол элементтің ішінде кетеді. Яғни сол 300 пиксельдің ішінде есептелінеді. Бөлек қосылып, ол ақпарат үлкен мәнге ие болмайды деген мәнде еді. Осы үшін соны қоямыз. Және де маржинмен padding берейік. Маржинді 0 деміз. Және paddingті де 0 деп берейік. Бұны не үшін беріп жатырмын? Себебі естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақтардың бірінде айтқан болатынбыз. Система user agent деп аталатын система біз үшін сайт құрылымына өзі маржинмен paddingті беріп тастайды. Соны құтылу үшін біздің веб-сайтымызға кейбір элементтерге маржин мен paddingті бермейміз. Сол кезде оны браузердің өзі қоймас үшін біздер ең алдымен осы бүкіл элементтердің маржины мен paddingі 0 деп айтамыз. Кейін белгілі бір элементке өзіне маржинді берілген кезде ол мына маржин сызылып тастайды да, сол маржинді ғана оқиды. Енді біздің секшнымызға жаңағы height-ін берейік. Ол бізде promo деп аталған болатын. Аштық. Енді оның height-ін берейік. Width-ін бермейміз, себебі жаңа айтып кеткен болатынбыз. 800 пиксельді берейік. Әр девайста әртүрлі ұзындықты болғандықтан өзіне қалдырдық. Енді осы көрініс табу үшін біздер background берейік. Color red дей салайық. Веб-сайтымызды қарайық. Мінекей қызыл түске айналды. Ендігі кезекте біздер бұл үлкен ұзындықты биіктікті қамтып тұр, сол үшін кішкене көріну үшін 600-ді қарайық. Мінекей біздің осы секшнымыз 600 пиксельді құрап тұр. Егер де байқасаңыздар, біздің сайтымыздың артында мынандай сурет тұрғандығын байқаймыз. Бұл суретті орындау үшін біздер background қосымшасы қажет болады, бірақ backgroundтың басқа параметрларын енгіземіз. Сол үшін color'ды әзірше кетіре тұрамыз. Және де біздер мен сіздерге осы сілтеме астында CSS reference сайтын қалдырып кетем. Бұл жерде барлық backgroundтың параметрлары жазылған. Яғни attachment, clip, color, gradient жасауға болады, image, неге gradient жасауға болады әртүрлі, origin, position деген секілді. Егер де төменгі жағын байқайтын болсаңыздар, біздер жай ғана background қос нүкте әдісімен оған image, position, size, repeat, origin және де clip, attachmenттарды беруге болатындығын байқадық. Яғни рет-ретімен осы қою арқылы біздер белгілі бір үлкен функционалды қамтитын backgroundты бере аламыз. Яғни естеріңізде болса, біздерде маржинді тапсалы жұмыс жасайтын еді. Яғни margin top, bottom деп жеке жазып отырмаймыз. Жай ғана margin деп жазамыз және де өзімізге қажетті 4 немесе 2 функционалды береміз. Сол арқылы біздер 4 жолдық кодты бір жолға айналдырамыз. Мынау дәл сол секілді. Ең бірінші бізде background қосымшасына image функциясын беру керек екен. Егер де бізде сурет болса, немесе егер де бізде түс болса, background color қосымшасын берер едік. Сол үшін біздер ашамыз, яғни мынаны кетіреміз. URL деп береміз. URL біздің
URL біздің суретіміз қай жерден келетіндігін айтады. Мынандай жақша саламыз, және де мына жерде маңызды айта кетерлігі мынандай қосымша саламыз. Бұл үш белгі бізде осы папканың ішінен шығып жатырмын, яғни CSS папкасының сыртынан шықтым. Енді жұмыс стиліне өзіме қажетті папканы іздеймін деген мағынаны білдіреді. Яғни image-ға кірсек, біздер image папкасын таптым. Енді қай сурет деген сұрақ қояды. Енді бізге кезегінде мінекей біздің суретіміз BS деп аталынған, сол BS суретін қояйық. BS. Мінекей. Енді тексеріп көрсек, мінекей. Қазір бұның барлығын дұрыстаймыз. Келесі кезекте бізде position деген сөзді көріп тұрып. Біздер position-ы беріп жатырмыз, мінекей. Ортаға орналастырдық. Енді келесі кезекте position-ы бердік, size-ын береміз. Size-ын бізде size-ын бірнеше түрлері бар. Auto және де contain, cover. Біздер cover-ды қолданамыз, себебі біздің веб-сайтымыз әртүрлі ұзындықты қамтыса да, біздің суретіміз тек бір жерде ғана тоқтап қалмау керек. Яғни мынандай пиксель жерді алатын болса, тек сол жерде тұрып қалмау керек. Ол растянуты болу керек. Сондықтан міне осындай cover деген параметрді аламыз. Енді кезекте келесі бұл бізде repeat қосымшасын енгізейік. No repeat. Яғни repeat дегеніміз біздің суретіміз қаншалықты қайталану қажет. Соны көрсетеміз. Және де мынаны жаппай кетіппіз. Мінекей. Repeat дегеніміз, яғни біздің суретіміз, егерде біз белгілі бір width пен height берген кезде неше рет қайталану керек. Мына сурет мына жерде де болса, болған қаласақ, онда repeat-ті санын жазамыз. Егерде болмаған қаласақ, тек бір суреттен ғана құралғанын жазсақ, no repeat деп жазамыз. Енді қарап көрсек, біздің сайтымызда еш нәрсе болмай жатыр. Бұның басты қателігі мына жерде слэштің болмағанда. Слэш болса, бұл нәрсе жұмыс жасайды. Бұл программистердің жіберетін қателігі, бұл кішкентай хитрс деп айтсақ болады. Осы арқылы біздер жұмыс істеуін жалғастырамыз. Мінекей өзімізге қажетті фонды таңдап алдық. Егерде көретін болсақ, мінекей. Енді қазір үстіне осындай сөздерді жазамыз, затемнениyaсын жасаймыз, деген секілді элементтерді жасаймыз. Әзірше түс беруден біздер толық жұмысымызды аяқтадық. Секшеніміздің маңызды фонын таңдап алғаннан кейін, оның үстіндегі элементтермен таныс боламыз. Бірінші бізде логотип, одан соң осындай сөздер бар екендігін байқаймыз. Ең алдымен біздер сайтымызды толығымен қарап отырсақ, нені байқауға болады? Яғни маңызды ақпараттардың мына жерден басталып, мына жермен аяқталғандығын байқаймыз. Қараңызшы, барлық ақпараттар осы аумақты қамтыған. Ал екі жағында, яғни оң жағында және сол жағында бірдей ара қашықтық тұр. Яғни бұл не үшін қажет? Бұл біздің сайтымыз қандай неде болмасын, қандай өлшем бірлікте болмасын, өзінің орнында әдемі кейпінде сақталу үшін қажет болып табылады. Және ақпарат орталықтандыру үшін мақсатында қолданылады. Бұл қазір бүкіл сайттардың ішіндегі құрылым болып табылады. Осындай құрылымды көптеген сайттар қолданады. Бұл құрылымды көру үшін біздер мына жұмыс стилінен, мына жерде columns without деген сөздің үстінен көзді басамыз. Сол кезде біздер бұл бүкіл біздің ақпаратымыз 12 бағаннан тұратын grid системасының арқылы орын тапқандығын көреміз. Мінекей. Бұл нәрсені жасау үшін біздің сайтымызға контейнер деген div создавать етеміз және де оны орталықтандырамыз. Енді соны создавать етейік. Ол үшін бізге контейнер деп жазу қажет. Яғни біз div создавать етеді. Мінекей. Енді бұл div-іміздің ішінде не бар деген сұрақ қойыларыңыз мүмкін. Ең бірінші бұны біздер орталықтандырып, және де оған белгілі бір ұзындық берейік. Стильдік қосымша CSS-қа біздер контейнер шақырамыз. Мінекей. Және де оған width ретінде макетімізден қарай салайық, қанша width алады екен. Мінекей біздің макетімізде
1140 пиксельді алып тұр. Сөзді кетіре салып, жай ғана стрейт етсек, осы шама шығады, және де оны орталықтандыру үшін бұл блоктық элемент болғандықтан мына әдісті қолдансақ болады. Яғни вертикаль бойынша 0 пиксель марджинге болады, және де горизонт бойынша марджины аутоға тең болады, яғни орталыққа келтіреді. Яғни ұзындық бойынша есептеген кезде біздің контейнеріміз 1140 ұзындықты алады, және де орталыққа келтіріледі. Келесі енді осы біздің контейнеріміздің ішінде, егер макетімізді қарайтын болса, біздің логотипіміз орналасқан. Енді сол логотипімізді жасау үшін жаңадан image қажет болады. Бұл үшін біздер бірінші image.logo деген класс берейік. Image тапта басамыз. Мінекей. Енді бұның src-на біздер өзіміздің қажетті суретімізді береміз. Бұл бізде image папкасының ішіндегі лого бір суретіміз, және де оны альтер ретінде лого деп бере салайық. Және де оның классы бар. Енді келесі кезекте бізде оның астында сөзді байқаймыз. Қазір оған CSS-тік стильді қосымша береміз. Ең бірінші астына сөзін жазып алайық. Бұл сөзді біздер P арқылы жаза алмаймыз, себебі бұл параграф емес, бұл жай ғана жаңа сөз болғандықтан бұны біздер div арқылы жасай салсақ болады. Ол үшін жаңадан logo text деген div создавать етіп, соның ішіне жаңа сөзімізді қоя саламыз. Неке копировать етілді. Енді қояйық. Енді бұлардың толығымен стилдік қосымшасын жазып шығайық. Өзімізге қажетті логотипті бейнелеу үшін біздер оны шақырамыз. Logo image. Енді оның стилистикалық қосымшасын берейік. Ең бірінші біздер оны ортаға әкелгіміз келіп тұр. Яғни мына суретті мына жерге әкелгіміз келіп тұр. Ол үшін біздер кодта margin 0 және auto дегенді қолданатын едік. Бірақ естеріңізде болсын, бұл image үшін жұмыс жасамайды. Не үшін? Себебі image дәл қазір бізде inline элементке жатады. Сондықтан, яғни жолдық элементке жатады, ал бұл функционалдық фишка бізде блоктық элемент үшін істелінеді. Сол үшін біздер жай ғана оны дисплейін блокқа айналдырамыз. Окей. Енді байқасаңыздар, біздің логотипіміздің ортаға келгендігін байқаймыз. Және де біздер оған өзінің ұзындығын берейікші. Ұзындығы мен биіктігін берейік. Кодымызға істей саламыз. Тап арқылы дұрыстаймыз. Енді қарап көрейік. Мінекей кішірейді, және де өзінің қалпына келді. Енді келесі біздер текстік астына жазу үшін лого текстті шақырамыз, және де оған стильдік қосымша беру үшін біздер жай ғана осы авокодтағы стильдік қосымшаларды қолданамыз. Яғни бізге width header әзірше керек емес, opacity керек емес, бізге colorдан бастап қалған стильдік қосымшалар қажет. Бұны айтып шығайық. Color деген бұл бізде түсі ақ болу керек. Font family деген бізде шрифті roboto деген шрифті құру керек. Font size, яғни размері 15 пиксельді, жирності 500-ді, line height дегеніміз, ол 24-ші жол мен 25-ші жолдың арасындағы өлшем болып табылады. Сол 24 пиксельді, және де біздің текст трансформымыз uppercase, яғни үлкен әріптермен жазу қажет. Енді бұны сайтымыздан тексеріп көрейік. Мінекей. Енді бұны ортаға әкелу үшін біздер text alignment centerді қолдану керек. Ол үшін жай ғана осы tag деп жаза саламыз. Енді бақылап көрелік. Мінекей, бізге қалыпты жағдайға келді.
Жаңағы істелген стильдік қосымшалардан кейін біздің логотип пен текстіміздің өзіміз қалаған стильдік қосымшаға енгендігін байқаймыз. Енді бір кемшілігі бұл екеуінің ортасында промежуток болмауы. Егер де біздер макетімізді қарайтын болсақ, бұл екеуінің ортасында промежуток бар, белгілі. Мысалы, үстін басатын болсақ, мінекей ортасында 14 пиксель бар екендігін байқаймыз. Осыны жасау үшін біз жай ғана margin top деп өзіміздің текстімізға бере саламыз. 14 пиксель деп бере саламыз. Енді тексеріп көрелік сайтымыздан. Мінекей екеуінің ортасында белгілі бір аумақ пайда болды. Және бұл үйлесімді көрініп тұр. Келесі кезекте тағы да бір кемшілікті байқадық. Біздің логотипіміз біздің сайтымыздың үстіне қарайда жақын бейнеленген. Орталарында тағы да промежуток жоқ. Ал біздің макетімізді қарайтын болсақ, орталарында 39 пиксель жер бар. Және де астыңғы жағын қарайтын болсақ, мына эмблемамен санасақ, мына жерде біздің міне 62 пиксель бар екендігін байқаймыз. Егер де оң жақ және де сол жағын байқасақ, бұл жерде ешқандай элементтер жоқ. Сондықтан өз кезегінде бізге марджинді қолдану ыңғайсыздық тудырады. Себебі әр элементке қазір марджин жазып отыру керек болады. Бұл олқылықтың орнын біздер біздің сыртқы секшенімізға, яғни осы промо деп аталатын секшенімізға ішкі паддинг беру арқылы шеше аламыз. Яғни біздер ішкі паддинг беретін болсақ, мына жер аумақты және де мына жердегі аумақты толығымен қамти аламыз бір код арқылы. Және де мына аяқтарында элемент болғандықтан бұл оптимальды вариант болып саналады. Сондықтан біздер сыртқы секшенға ішкі отступ береміз. Оны істеу үшін біздер промо деген селекторымызға барып, оған паддинг бере салайық. Бірінші бізде бұл 39 пиксель, яғни тобымыз 39 пиксель. Одан кейін 0 пиксель, себебі ол біздің оң жағымыз. Енді астыңғы бөлігіміз біздің 62 пиксель және сол жағымыз 0 пиксельді құрайды. Сондықтан осылайша бейнелеп алғанымыз дұрыс. Неке байқасаңыздар, бізге қажетті аумақты құрап тұр.